өзіме адам сияқтымын. Ал басқаларға адам емес. Адам бені тау басынан түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын, «Үй, мұна Алла тағала адамдар тау басына келсін. Қол аяғының саулығында, дін амандығына шүкір етсін» деп жаратқан дейді. Солай ма Жарығай? Мен саған ғана, сенің өзіне ғана сенемін. Тым болмағанда үмітімді ақтарсың. Сонда бұл жұрт нені айтады? Мен кіммін осы? Мәңгілік пе? Өспей қалған бала кейіп пе? Иә, менім де әп-әдемі, нәп-нәзік қыз болғым келеді. Ләйлә жаным, жоқ, қашпа менен, қашпа. Бәрібір сені тауып аламын. Жасқандың ба? Сен де менен қорқамысың? Сен де менен жиіркенемісің, Жарығай? Шіркін-ай десеңші, бұл дүниенің бәрі бақытты. 12 мүшесінің саулығында екен ғой. Көпке қиған бақытының өзіне зар болған қандай соңында еді. Жамандықтың белгісі болу келмейді. Мен аяндашы. Мен бәрінде білемін. Қатер ата дем айтқан. Сен өспейсің. Аяқ қолында өспеу керек еді. Бірақ мұны не? Мен өспеймін. Құдірет-ау. Одан да бір жолда жоқ едім. Неге жібермейсің? Неге? Саған да керегім жоқ па? Қасиетсіз бейнеме күлгің келе ме? Көңіліне басқа кермек таппай, мәңгі өспейтін қыз тағдырын қызықтырайын дегенім бе? Мен аяндашы. Мен осы қасиетті Құдайдан сұрап алғанмын. Иә, сұрап алған тағдырым осы. Өтімен кіріп, күлмен шығып, жүрмін емес пе? Не жазып едім саған? Ертең де қайта оралшы. Ертең де Теренсайда кездесейік. Мен сені осында күтем. Теренсайда күтем сені, Жарығай.